Баршаңызға қайырлы кеш, қалайсыздар? Сіздермен бірге жалпы тәжірибе дәрігері Қуанбек Бақытханұлы. Бүгін бізде жалпы температура, оны қалай түсіру керек, қандай дәрілер қолдану керек, сол туралы айтатын боламыз. Жалпы бізде температура дегеніміз ол сырттан организмге бөгде зат немесе бөгде нәрсе түскен уақытта агент деп айтады. Былайша айтқанда бөгде зат, қазақи тілмен айтқанда. Сол кезде жауап ретінде пайда болатын реакциясы, ол негізі қалыпты жағдай болып есептеледі. Ал кейбір жағдайларда бірден температураны түсіру керек. Қандай жағдайда бірден температураны түсіру керек? Ол егер балаңызда судырып болатын болса, немесе әртүрлі неврологиялық диагноздармен учетта тұратын болса, негізі көпке көтермей температурасын 37-37,5 болған уақытта түсіру керек. Ал егер балаңыз жақсы ойнайды, тамақ ішеді, күледі, жүреді, ондай жағдайларда күтіп, организмнің өзінің жауап беріп, соның түскенін күтсеңіздер болады. Ол күтетін цифр бізде 38-38,5-ке дейін негізі күтуге рұқсат етіледі. Егер 39-дан жоғары болған жағдайда негізі дәрі беріп бастау керек. Одан жоғары болса, кейбір жағдайда основной балаларда судырып беріп жатады. Жалпы біз температураны түсірген кезде ескеретін жағдай, ең біріншісі суды көбірек беруіміз керек. Өйткені температура көтерілген уақытта бізде сусыздану болады. Соның алдын алу үшін біз суды көбірек беру керек. Және терморегуляцияны сақтау үшін аяққа нәски немесе аяқты жылы ұстау керек осы температура көтерілген уақытта. Ал қалған денесінде киімдерін жұқартып шешіп қойсаңыздар болады. Көп жағдайда бұрыннан қалып кеткен жағдайлар бар. Мысалы, бала температурасы көтерілсе, бірден орап тастап жатады, немесе әртүрлі спиртпен сылап жатады. Ондай заттарды вообще қолданбаңыздар. Қазіргі уақытта балалар ондайды көтермейді, организм басқаша, экология басқаша, бірден ответный реакция ретінде аллергия беруі мүмкін, немесе организмнің спиртті көп қолдансаңыз уланып қалуы мүмкін. Сол жағдайды тоже ескеріңіздер. Біз жалпы температура түсірген кезде қолданатын дәрілер бізде ибуфен және парацетамол ең жиі қолданылатын болып келеді. Одан басқа көптеген дәрілер бар. Оның құрамында парацетамол, ибуфен болып келеді. Қай дәріні қолдансаңыз да есептейтін дозалары бір. Бізде мысалы ибуфен есептейтін болсаңыз, онда салмағына 10 миллиграмм килограммға есептейсіздер. Ал парацетамолды есептейтін болсаңыздар 15 миллиграмм килограммға есептейсіздер. Бір мысал келтіре кетейін, және оны мен қазір осы видеомда жазбаша түрде жазып қалдырам. Егер қажет десеңіздер, скрин жасап алсаңыздар болады, қайта-қайта көріп жаттап алсаңыздар, өздеріңізге пайдалы ақпарат болады. Жалпы, мысалы, 10 килограмм баланы алайық. Егер 10 килограмм балаға қанша ибуфен берем дейтін болсаңыз, 10-ды көбейтесіз 10 миллиграмм килограммға. Ол шығады бізде 100. Енді бізде ибупрофеннің шығатын түрлері бар. 100-де 5 мл және 200-де 5 мл болып шығарады. Мысалы, біз 100-де 5 мл алайық. Енді біз оны есептеу үшін 100-ді бөлесіздер 5-ке. Және 100-де 5 дедім ғой, ибуфеннің шығу дозасы. 100-ді 5-ке бөлсеңіздер 20 болады. Ал жәнегі біз 10-ды 10 миллиграмм килограммға көбейткенде 100 болды. 100-ді енді осы 100-ді бөлдік қой, және біз 5-ке, содан шыққан санымыз бізде 20 болды. Енді 100-ді бөлесіздер 20-ға, сонда 5 мл болады. Яғни 10 килограмм балаға біздің беретін ибуфеннің мөлшері 5 мл болып келеді. Ал парацетамолды есептейтін болсақ, ол 15 миллиграмм килограммға есептеледі. Мысалы, 10 килограмм балаға оны есептеу үшін 10-ды көбейтесіздер 15-ке, сонда 150 болады. Ал бізде парацетамолдың суспензия түрі, яғни сироп түрлері, ол 120-да 5 болып шығарады. Яғни 120-ны бөлесіздер 5-ке, шыққан сан 24. Ал жәнегі біз 15-ті көбейткенде 10-ға 150 болды. 150-ді 24-ке бөлесіздер, сол шыққан мөлшері. Көп келетін сұрақтардың бірі бізде қанша аралықта беру керек деген сұрақтар көп келеді. Мысалы, сіз ибуфен бердіңіз, одан кейін қайтадан баланың температурасы көтеріліп кетсе, қайтадан ибуфен берсем бола ма деген сұрақтар жиі келеді. Болады, егер аралығы 4 сағат болса. Сіз ибуфен берсеңіз де, парацетамол берсеңіз де міндетті түрде сақтау керек. Аралығы 4 сағат болу керек. Егер 4 сағаттан кем аралығында қайтадан көтеріліп кетіп жатса, онда
егер сіз парацетамол бірінші берген болсаңыз, екіншісінде уже ибуфен беріңіз. Ал егер ибуфен берген болсаңыз, екіншісінде парацетамол беріңіз. Өйткені аралығы міндетті түрде сақталу керек. Кем дегенде 4 сағат. 4 сағат болмай жатып қайтадан ибуфен беріп жібереді. Ол кері әсерін беру мүмкін. Кей жағдайда организмнің улануы, яғни токсикалық әсер етеді. Сол үшін міндетті түрде 4 сағатты сақтаңыздар. Кейде маған ең жиі келетін сұрақтардың бірі, ибуфен мен парацетамолды бір уақытта беруге бола ма деп айтады. Әрине болады. Ол бір-біріне кері әсерін бермейді. Егер сіз ибуфенді бердіңіз, 1 сағат өтпей жатып қайтадан температура көтеріліп кетсе, онда парацетамолды берсеңіздер бола береді. Бүгінгі пайдалы ақпарат ұнады деп ойлаймын. Лайк басып, қолдап, каналға тіркеліп қойыңыздар. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілеймін.